Күн құрметті әріптестер деп атаймын, өйткені мен де педагогпын, жалпы балабақшада жұмыс істегенмін, мектепте, колледжде, университетте әр күнге дейін сабақ беремін және ұстаздарға, педагогтерге біліктілікті арттыру курстарын өткізетін маманмын. Жалпы мен көп сөйлемей ақ қояйын, бүгін 1-2 видео көрсетемін, сонымен ақ белгілі болады. Жалпы сіздердің оқытып жатқан оқушыларыңыз жалпы міндетті түрде профориентацияны дұрыс өту керек деген үндеуге әкелгім келіп отыр, және әрі қарай мен университет оқытушысы ретінде бұл балаларды қабылдап аламын да, әрі қарай олармен жұмыс жасаймын. Кез келген студентке де мен өзінің мамандықтарын сұраймын, түрлі мамандық иелеріне сабақ беремін. IT-шникте отырады, IT-шниктің 4-5 түрі бар бізде, педагогтердің түрлері бар, психологы бар, металлургы бар, дәрігер, яғни неше түрлі қазіргі бакалавриат бойынша жалпы медицина деп аталған, ол медицина, стоматология, фармация дегенде түрлі мамандық иелері көп бізде. Сондықтан да әр студент алдыма келген кезде оның өзіне де мен сұрау қоямын, сен дұрыс келдің ба дегендей, әрі қарай зерттеп, егер де ол адасқан бала болатын болса, қазіргі кезде енді пока не опоздал дейді ғой, кеш болмай тұрған кезде өз орныңды тауып, мынау мамандығыңа бара ғой деп мен бағыттаймын. Мамандықты ауыстыру ешқашан да кеш емес деп оларға да айтамын. Мен көбінесе мынау кризис менеджер ретінде және де көптеген ата-аналармен коммуникацияға көп түсетін профориентологпын. Проблематика өте көп, яғни араларыңызда мен сенімдімін, педагогикаға өз жүректеріңізбен, үндеріңізбен келдіңіз деп ойлаймын. Ал енді телеарналарда болсын, газет журналда да интервью берген кезде мен міндетті түрде мынаны айтып кетемін. Ол жерде 30% студент өзім таңдауыммен түскен жоқ деп айтып жатады, бірақ мен тікелей эфирде айтамын 60% деп. Өйткені менің алдыма келетін көптеген оқушылар, біз ойлайды екенбіз, мынау жай мектептерде бізде профориентолог жоқ қой, енді енгізіп жатырмыз. Оны енгізуге көп күш енгізген адамдардың бірі менмін. Министрдің алдына да барған кезде де, әкімшілікке барғанда да, және телеарналарда тікелей эфирде осы мәселені көп көтердім. Яғни сіздер бір профориентологты кіргізіп қою мақсат болып тұр алдарыңызға дедім, бірақ біреу ол аздық, минимум 3-еу кіргізіңіздер деп мен кәдімгі тікелей эфирде айттым. Ол кезде сенатор депутат санап жіберді, экономист екен, соншама миллиард теңге бізге керек екен деп санаған. Сонда мен бірден қарсы сөз айттым. Ал енді өздеріңіз министр, әкім, мынау үлкен стратегиялық мекемелерге басшы қойылар кезде, яғни кадровое голодание дейді ғой, бізге маман жоқ деп өздеріңіз жылайсыздар дедім. Ал нағыз осындай мамандарды дайындау, біз мектепті қазір көріп отырмыз, негізі балабақшадан басталады дедім. Міне, профориентация, яғни кәсіби бағдар беру сол жерден басталу керек деп айтқанмын. Осы жолы маман ретінде оларды мектепке енгізген кезде, пилоттық проект ретінде мектептерге беріп, жаңа еңбек ақысын бөліп жатқан кезде мен өте қатты қуандым. Енді ол бір маманды 3 маман қылып көбейту алдында тұрған бір іс болады. Содан кейін мына қазір кезде отработка мәселесінде өте үлкен бір проблема ретінде де көтеріп, біраз дебаттарға дейін баратын кездерім бар. Енді оны реттеп, мынау студент жастарымызды әрі қарай мықты білікті маман ретінде алып шығып, олардың гранттарын өтеу мәселесінде де тетіктерге бір қосымша бір өзім білімді тәжірибемді енгізгім келіп отыр. Енді көп сөйлемей ақ қояйын, профориентациялық, яғни біліп, мынау бағыт бағдар беру мәселесі мектептеріңізде енді былайға айтқан кезде негізге қойылғандай жоспарлаған деңгейде өтіп жатыр деп ойлаймын. Егер де олай болмаса, мен де қазір сосын Инстаграмды көрсетемін. Өздеріңіздің мектептеріңіздегі бағыт бағдар беруші мамандар маған жазып, тегін түрде, мен онлайн түрде Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі мектептерге семинар өткізіп жатырмын. Және де егер Астана қаласында болсаңыздар, мен кәдімгідей уақытым бар болып, сіздерге барып семинар өткізіп оқушыларыңызбен кездесе аламын. Жалпы айтқан кезде ата-аналар жиналысына да шақыруға болады. Конфликті кезеңдер өте көп. Сол ата-ананың өзіне де ақыл беріп, кеңес айтып, орнына тұрғызып, оған көзін ашудың өзі үлкен бір кесапат бір еңбек. Міне, оны кез келген адам түсіне бермейді. Ендеше видеоны қоса қойыңыз. Мынау менің студентім. Жалпы бір күні мен ноутбугым істемей тұр деп едім. Әкеліңіз апай, мен қарайын деп шұқылап реттеп берді. Өте тамаша. Сонда мен, істеп берді. Сонда мен айтам, мына бала өзінің мамандығын нағыз жүрегімен таңдаған екен.
Керемет, иә? Тағы. Это те люди, которые не своим делом заняты. Вот когда работа — это не твое призвание, это не твоя самореализация, это не твоя потребность, а это способ прожить, выжить, оплатить суду за квартиру и кредит за машину, вот тогда происходит выгорание. Думаю, чрезвычайно важно. Это уже мое обращение к молодежи. Чрезвычайно важно хорошо учиться. Я понимаю, я был студентом, и многое чего же там. Но другого периода в жизни не будет, когда можно очень много узнавать нового. То, что вы узнаете, когда вам 20, остается с вами на всю жизнь. А то, что вы узнаете, Жалпы міне көрдіңіздер ғой, бұл менің оқушыларға да өзінің алдыма келген білім алып жатқан студенттеріме де айтатын сөзім. Мамандықтарыңызды жүректеріңізбен махаббат ретінде оны жақсы көріңіздер деймін. Сонда сіздер шаршамайсыздар. Сосын мынау менің ісім енді дұрыс болмайды деген ой болмайды. Өйткені сіздер өз мамандықтарыңызды сүйіп барсаңыздар, түн болсын, күн болсын, сіз сол жерде жүруге де өздеріңіз ынталарыңыз керемет жоғары болады деңгейде. Өйткені мен студенттерім де күліп отырады. Апа, инстаграмға қарасақ, таңертең анда жүрсіз, түсте мында жүрсіз, кешке жақын мында жүрсіз, сіз шаршамайсыз ба деген кезде, сіздер білесіздер ме, мен өзім ісімді өте қатты жақсы көремін дедім. Сондықтан да ол жерде мен өмір сүрген кезде мен ләззаттана өмір сүремін дедім. Енді келесі бір тағы видеоны көрсете салыңыз, бір минутқа да жетпейді. Презентацияға мен тоқталмай қояйын. Жалпы ол презентацияның өзі де мен қандай тетіктерді қолдана отырып профориентациялық кеңес өткіземін дегенді мен сол жерге қойып қойдым. Оны сіздерге мына оқушыларға мен мынандай сұрақ қойдым. Ешқандай ақша керек емес. Мен өзімнің ұнайтын мамандығыма барып жұмыс істесем екен деген бір сөз болады ғой. Көбінесе айтады, мен визажист болғым келеді. Мен повар болғым келеді. Мен жаңағы парикмахер болғым келеді. Мен суретші болғым келеді деп осының мамандықтарын айтып жатыр. Сондықтан да ата-ана ретінде де, мұғалім ретінде де сіздер де айтыңыздаршы. Ата-аналармен сөйлескен кезде баланың арманы бар. Арманын орындауға тырысайықшы деп. Мынау өзіміз педагогпыз, міне көріп отырсыздар, балабақшаға да барар кезде де мынау педагогика мамандықтарында жұмыс оқып жатқан студенттерге айтамын ғой, сіздер балаларды жақсы көресіңдер ма деп сұраған кезде жартысы иә, жартысы жоқ дейді. Ендеше мен жақсы көрмесеңіздер, онда өздеріңізді зорламаңыздаршы деп балалардан да ментальный инвалид жасамай қойыңыз дедім. Одан да бұл орынға өзінің жұмысын жақсы көретін адам келсінші деп мен кәдімгідей өзім өтінемін. Сондықтан да жаңағы осы кішігірім видеоның арқылы мен сіздердің уақыттарыңызды алмайын. Жалпы презентацияны әріптестер чаттарыңыз бар шығар, соған салсаңыздар болады. Ол жерде менің контактым де бар. Кез келген уақытта мен 24 сағат бойы байланыстамын. Егер де көмек қажет болатын болса, мен кәдімгідей семинарды да мен тек қана презентация көрсетіп, ұйықтап кететіндей бір жағдайда өткізбеймін. Мен балалардың өздері сұраныс танытқан кезде, яғни фильм ретінде, скетч ретінде, театр ретінде, проект қорғау мәселесімен осымен айналысамын да, яғни баланың өзі профориентацияға келген кезде, ой апай, мен енді түсіндім ғой, охо деген кәдімгідей бір осындай бір күшті сөзбен менен шығады ғой. Жалпы айтқан кезде бәріміз педагогпыз, алдымызда отырған бала сіздің сабағыңыздан да көп нәрсе біліп кету керек, және де өзіне деген жаңағы не дейді ғой, сенімділігін арттырып, жоғары танытып, адам ретінде тәрбиелеп шығуға біз үлкен септігін тигізіп отырған қауымбыз. Яғни сонымен бірге сіздер ата-анасыздар, барлықтарыңыздың балаларыңыз бар, олар да дұрыс білім алсын, өз мамандығының дұрыс бағытын алсын десеңіздер, осыған көбірек назар аударсақ. Енді жасайтын жұмысымыз өте көп, енді қолға алынып жатқан іс-шара, барлықтарымыз бірге жұмыла жұмыс жасайық. Рахмет. Менің мамандығым негізінде қазақ тілі және әдебиеті мұғалімі. Профориентацияға мен жалпы неофициально ішінде жүр екенмін, студенттеріме осы бағыт-бағдар беріп. Сөйтсем бір күні бір студентім отыр, апай, бұл керемет жоба ғой, сіз неге бұны кәдімгі коммерциализация жасамағансыз деді. Сосын 22 жылы бұл жексенбі күні пижамаммен таңертең тұрдым да бір видео жаздым да салдым. Сөйлей аламын, жұмыс істей аламын, неге салмасқа дедім де, солай бастап кеттім. Жалпы айтқан кезде ешкімнен қорқудың да қажеті жоқ екен. Мына жерде қоғамнан мен сол үндеуді естідім, қажеттілікті көрдім.
қажет болғандықтан мен сосын сол жерде жұмыс жасап жатырмын. Енді оборот дейді ғой, жылына 15 миллиондай жасайды екенбіз жалпы бір адам ретінде. Ешқандай шығынсыз. Бұл өте тамаша іс. Ары қарай енді профориентологтарды оқытады деп жатыр мемлекет. Өте тамаша. Енді бір ашынатын бір сөзім бар. Маған жай мектептің оқушылары емес, көбінесе Назарбаев зияткерлік мектептері, мынау білім инновация лицейінің, РФМШ-лардың мектеп бар, сосын мынау түрлі халықаралық мектептердің оқушылары көп келеді. Неге деген сұрақ менде екінші қазір үлкен позицияға көтеріліп жатыр. Негізінде негізі көбінесе психологқа бергісі келеді. Жақсы, жарайды, ол кісіге ол психология білу керек, профориентолог болған үшін. Ал ешқашанда енді мектепте жұмыс жасайсыздар, оқусы меңгерушісі, тәрбиесі меңгерушісі, бейінді пәндер, жаңағы бағыт бойынша меңгерушіге бермеңіздер деп сұрағым келіп тұр. Ол кісілердің жұмыстары өте көп, қағаз бастылық деген бар. Ол кісілер ол жұмысты жасай алмайды тыңғылықты түрде. Бұл жерге бөлек кәдімгі оклады бар, тарификациямен төленетін негізі жеке маман алғандарыңыз дұрыс. Менің ұсынысым бүкіл жерде айғайлап айтатын ұсынысым осы. Қандай пән болса да бәрібір, оны қазір өрлеу болсын, министрлік болсын өздері оқытып алады. Сондықтан сіздер өздеріңіз бағыттап бір маманды бөліп беріңіздер. Сұрайды ма? Беріңіздер. Өйткені ертең ал неге бермедің, неге оқытып алмадың деген сосын сұраққа сіздер қаласыздар. Міне. Рахмет.